Сәлем құрметті достар, бүгін мың бала жобасы кеншілердің отаны Қарағандыда. Қарағанды жастарымен кастинг өткізіп, сонымен қатар олармен сұхбаттасып, қаланың көрікті жерлерін бірге аралайтын боламыз. Бүгінгі қызықтан қапы қалмаңыздар. ТикТокты кішкентай кезімде түсіретінмін. В Турции, получается, был ТикТок, то есть там даже было очень много просмотров. Мектепте 3 жыл домбыра үйірмесіне қатысқанмын. ТикТокқа өте үлкен хейт болды ғой. ТикТок құрбыммен түсірем. Тарихты можно қозғауға. Slow down, you crazy child. 3 миллион орыс келді Қазақстанға. Сәлеметсіздер ме? Мен атым Серік Гүлдәурен, мен 16 жастамын. Қазіргі уақытта 10-шы сынып оқушысымын. Бала кезімнен актерлық шеберлікке тартылыс болатын. Кішкентай кезімнен мен мектептегі көрмелерге жақсы қатысатынмын. Және де ол жай қатысқанмен емес, олимпиадаларға сондай актерлық жақпен барып, бір сайыс болды. Мен кішкентаймын, ол кезде әлі 7-ші сынып қой деймін. Ол кезде сол сайыстан Қарағанды қаласының бүкіл мектептердің арасынан 2-ші орын алғанмын. Және де 5-ші мен 7-ші сынып арасында қобыз үйірмесіне қатысқанмын. Қыл қобызда жақсы ойнай аламын. Бұл кастингке келгенімнің себебі, мен айта кеткендей, маған актерлық шеберлік ұнайды. Маған мысалы егер де біреуді ойна десең, мен оп-оңай оның рөліне толықтай кіріп, өзім сезініп сияқты ойнағанды ұнатамын. Және де ТикТокты кішкентай кезімде түсіретінмін, бірақ алайда қазір ондай мүмкіншіліктер де болмады, уақытта болмады. Және де айта кеткендей, қазақ тілі, қазақ дәстүрлері маған өте ұнады, себебі бұл қазақша болғандықтан. Орысша хауыстар қаз көп, және де қазақша хауыстар болса да, олар орысша сөйлейді, орысша контент жасайды. Өз видеолардың астында орысша описаниялар қояды. Ал енді анам да айтты, мен мың бала проекті ол жақсы проект, қолдады, маған өзі айтты, сен барып көр деп. Өзіміздің отбасымызбен бізде отбасымызбен қазақ тілін көтермелеп, дәрежесін көтергіміз келеді. Күніне қанша уақытыңыз әлеуметтік желіге жұмсалады? Бүйтіп айтқанда, мен бір себептер бойынша 1 ай телефонсыз жүрдім. Сондықтан қазірде мен телефонға аса тәуелді емеспін. Күніне 1-2 сағат кетеді. Общий. Ал негізі телефон өзінде мен кітап оқимын, соған көп уақыт кетеді. Қазақ тілін қалай дәрежесін көтеру үшін біз ең алдымен әрине өзіміздің жастарымызды қазақша сөйлеуге шақыру керекпіз. Оларды шақырып қоймай, оларға сондай мүмкіншіліктер беру керек. Қазақша, мысалы, қазақ тілін үйрететін қосымшалар сияқты деген ойдамын. Ал енді, мысалы, айтқандай, 10 қазақтың ішінде бір орыс отырса, бәрі орысша сөйлейді деген, ол да өте үлкен проблема. 9 адам орысша сөйлеудің орнына, одан да сол бір досынды қазақша үйреткен әлде қайда тиімдірек болады деген ойдамын. Жалпы енді біздің кастингке өтіп жатсаңыз, қандай ұсыныстар ұсынар едіңіз? Сіздің ойыңызда қандай идеялар бар жалпы ТикТокқа қазақ тіліндегі? Мен ойымша, қазіргі уақытта біз билер түсіргенмен, ол билердің көбінесе қазақ тіліне қосатын үлесі көп емес қой. Сондықтан біз бір жолды алып, сол жолды өте дамытып, мысалы, бұл қазақтың балалары дегенде айталатындай ертең мүмкіншіліктер жасау керек бізде. Оның мен ұсынысым, мысалы, монтаж. Маған өте монтаж ұнайды. Қазіргі кезде переходтар өте знаменитый болып табылады.
Жаңа айтып қалдыңыз, кітап оқимын деп. Кітапты қай тілде оқисыз көбіне? Қазақ тілінде әлде орыс Кітапты, тілінде? мен кітапты былай айтсам осы жаздан ғана оқып бастадым. Ол қазіргі мен оқып келе жатқан Агата Кристи. Ол кісінің шығармаларын мен орыс тілінде оқимын, себебі қазақ тілінде маған әлде қайда сөздері, терминдері қазақ тілі әдемі болғандықтан, әріптері де қиын болғандықтан бірден түсіне алмаймын. Алайда қазір мен бастадым. Мұхтар Әуезовтің бір кітабын бастағым келіп жүр. Оны бірақ әлі интернеттен заказ беру керек, себебі мұндай кітапханаларда мен оны таппадым. Өкінішке орай. Кітапханаларда жоқ. Жалпы енді біздің мың бала жобасы бұл Қазақстандағы тұңғыш қазақ тіліндегі TikTok House, оны естідіңіз. Жалпы енді осы мың бала жобасының расымен де жастардың арасында бір резонанс тудырады деп ойлайсыз ба? Мен ойымша әрине, себебі қазіргі мен Instagram парақшасынан көріп отырғандай көп жастар қызықты осыған, кастингтерге де келіп жатыр. Сондықтан бұл шынымен де үлкен резонанс болып табылады деп ойлаймын. Жалпы енді сізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Болашақта жоғары балмен жақсы өзіңіздің ойыңыздағы оқу орнына түсуге тілекшіміз. Ал жалпы біздің мың бала жобасына өтуіңізге тілекшіміз. Рахмет. Мне 16 лет. Я, получается, родилась в Караганде. И, получается, этот год предыдущий я жила в Турции, за границей, где очень многому всему увидела, научилась. И потом поняла, как для меня ценна Родина. И поэтому я и вернулась. Вот. В Турции я училась в турецкой школе и выучила поэтому турецкий язык. Я, правда, ничего не знала, вообще ничего по турецкому, кроме «привет». И поэтому пришлось все учить, и так я выучила турецкий язык. До этого у меня английский так очень был хороший. И еще в турецкой школе я учила немецкий язык. Так, потом, когда я вернулась, я прошла получается, конкурс ООН быть волонтером в Казахстане, BeSafe. Вот, поэтому я сейчас являюсь волонтером ООН, детский ООН. И также являюсь частью детского комитета при омбудсмане Астаны. Это, получается, человек, который находится, получается, в органах, и он отвечает за, получается, нужды населения, и за права, получается, каждого человека. И я являюсь частью этого комитета детского. Вот. Потом с детства я, получается, занималась спортом, очень много фигурным катанием, художественной гимнастикой, верховой ездой, плаванием. И также ходила в музыкальную школу и художественную, поэтому у меня есть и то образование. Вот. И мне нравится петь. А в соцсетях о чем пишете? В соцсетях вообще я выставляю просто свою жизнь, фотки, которые нравятся. Активно не ведете Инстаграм, ТикТок? ТикТок, знаете, у меня в Турции, получается, был ТикТок, то есть там даже было очень много просмотров, но потом, так как у меня, получается, был телефон из Казахстана, то есть я его купила из Казахстана, а номер турецкий, поэтому у меня заблокировался. И то есть аккаунт потерялся, то есть я даже восстановить его не могу. И то есть там было, были просмотры, был актив. И там, получается, я просто снимала там танцы какие-нибудь или просто видео там под музыку. И вот так вот. А Инстаграм, там я выставляю свои фотки, свою жизнь. И вот так вот. Петь, да, мне нравится петь, я пою. Вы участвовали в конкурсах? Да, я участвовала в конкурсах. Я уже не вспомню. Получается, это были такие областные конкурсы. В Астане проходили, но я не помню название. Но я выигрывала там первый Инстаграм-при. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then you feel so smart. Tell me, why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you're burning out. You've got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know
know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick out before you even get halfway through. When will you realize the end waits for you? Slow down, you're doing fine. You can be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. But you can see when you're wrong. You know you can't always see it when you're right. You're right. But you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick out before you even get halfway through. When will you realize the end waits for you? Slow down, you crazy child. Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize the end waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick out before you even get halfway through. Ooh, when will you realize the end waits for you? Why don't you realize the end waits for you? Рахмет. На английском еще есть, на нидерландском, на голландском тоже. Вот. Қанша тілде сөйлейсіз? Получается, По-русски говорите? русский, английский очень хорошо, потом турецкий почти свободно. Вот. Казахский я все понимаю, но не говорю. А немецкий чуть-чуть знаю из-за школы. Куда хотите поступить? Поступить? На самом деле я хочу поступить в университеты, так как моя профессия архитектура, то есть в будущем, и я хочу поступить в Америку или Канаду. Сейчас готовитесь, да? Да, усердно. А для чего хотите попасть в TikTok House? Потому что хочу, так как я сама не разговариваю на казахском, что очень обидно, получается, я росла в более русскоговорящей семье, но у меня, получается, все как бы могут свободно говорить на казахском, и тетя, Пашка, Аташка. Но вышло так, что вообще у нас Караганда город такой, где в основном говорят на русском. И на казахском, то есть не так сильно, как в Алмате, например, Шымкенте, да? И для меня это очень стало обидно после Турции, когда я увидела и поняла, как это все-таки ужасно говорить не на своем языке. И получается, поэтому, когда я увидела, есть такой вот проект, я очень хочу поучаствовать, и я надеюсь, что выучу казахский, потому что я действительно хочу говорить на нем, потому что это мой язык. Вот, поэтому я хочу вступить и также развивать, и по этой вот причине меня заинтересовало. Хорошо. Какие видосы вы снимали бы, если будете в TikTok-проекте? Я бы все снимала. Например? Например, все вот эти вот тренды, например, танцы. Так как я занималась гимнастикой, я достаточно, то есть у меня хорошее движение. Я не ходила на танцы, но гимнастика мне дало вот это вот, скажем, направление. Потом я бы снимала бы все в принципе, все популярное. Я сейчас не могу же перечислить все тренды, но я бы все снимала. И пела, и танцевала бы, и тренды снимала бы. Вот. Менің есімім Кар, жасым 15-те. Қарағанды қаласында тұрамын. Бос уақытымда өзімнің хоббиім бар, музыкалық жақтан. Жетігенмен айналсам, домбыраға барып бастадым қазір.
Қанша уақыт болды айналысып жүргеніңізге? Жетігенмен нақты санасақ 2 жылдай болып қалған шығар. Домбырамен әлі 1 жылда болған жоқ. Қандай конкурстарға бардыңыз? Конкурстарға жақында Астана қаласына бір келгенбіз Жетігеннен. Сол. Қайдан көрдіңіз? Несімен ұнады? Маған кеше шаблон жіберіп қалды. Сосын қатысқым келді, көргім келді. Өзімнің бағымды сынап. Өзім туралы айта кетсем, мен есімім Минабат, жасым 17-де. Қазір музыкалық мектепте оқып жатырмын, 12-ші сыныпта. Жақында бітірем. Бос уақытымда музыкамен айналысам. Бүкіл назарымды тек музыкаға аударуға тырысам. Өйткені музыка өзінен көп уақыт талап етеді. TikTok желісін қарайсыз ба негізі? Негізі қараймын, бірақ қатты көп кірмей отырсам. Жалпы TikTok желісінде осы домбыра тартып не болмаса, тағы да қазақи аспаптар бар ғой? Соларды тартып, солай салатындар бар ма негізі? Я, бар. Мен қараймын. Кімдер бар? Біздің мектепте бір мұғалім бар. Сол мұғалім салатын жақында көріп қалдым. Сосын және заманауи әндерді домбырамен айтатын аккаунттарды білем. Сол. Жалпы енді өзіңізде солай жасағыңыз келе ма? Мысалы, домбыра болсын. Енді домбыра ол қазақтың нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Салт дәстүрімізді дәріптейтін аспап. Жалпы солай Instagram болмаса, TikTok желісіне домбыра тартып салуға көз қарасыңыз қалай? Өте жақсы деп ойлаймын. Себебі біздің домбырамызды танытпағанда елге онда нені танытамыз деп ойлаймын. Қалай танытуға болады TikTok арқылы, Instagram арқылы? Осы хаус бар бізде, ол қалай жұмыс істеу керек? Сіздің көз қарасыңызбен? Мен ойымша, әрі қарай тек қазақ тілінде жалғастыра беру керек, және де неше түрлі мүмкін бір челлендждар ойластыруға болады, қазақ тілінің әдебиетін мүмкін көрсетсек, әртүрлі сондай мүмкін қазақтың әндерімен неше түрлі трендтер шығаруға болады деп ойлаймын. Жаңағындай әртүрлі қазақтың ұлттық аспаптарында ойнап деген сияқты.
көрсетсек, бұл керемет болады деп ойлаймын. Тиктокта қазір көп адамдар қарайтындықтан бұл біздің ұрпаққа қазақтың рухын сездіреміз деп ойлаймын. Және де солай дамысақ, дарытсақ керемет болады деп ойлаймын. Жалпы енді болашақта арманыңыз қалай? Менің арманым, негізімен арманым шетелде оқу болған. Қазір де сол арманымды жалғастырып келе жатырмын. Шетелді аралап, солай сол жақта оқып шықсам деп ойлаған, сол жақтан оқып шығып Қазақстанды дамытсақ. Егер қазақ тілі болмаса, онда біз де бәріміз ұмытылып құртыламыз деген ойымды ұстанам. Өйткені бұл қазақ тілі ол біздің барлық жан дүниеміз деп ойлаймын. Егер тілімізді ұмытсақ, онда бұл өзіміздің ата-бабаларымыздың сақтап кеткен, бізге сақтап, сол тіл үшін күрескен бүкіл жылдарды біз сатып кеттік деген деп ойлаймын. Төлебаева Құнзай Сапарқызы. Каргуде 3-ші курс студентімін, педагогика факультетінде оқимын. Мамандығым бастауыш мұғалімі. Негізі мектеп кезде кішкене спортқа жақын болдым, бірақ универге келген кезде ол жабылып қалдым. И өнерге де кішкене жақын болдым. Мектепте 3 жыл домбыра үйірмесіне қатысқам, бірақ сол апайым басқа қалаға көшіп кеткен соң оны тоқтатып қойғам. 8, 9, 10 класста қатыстым, уже 11 класста уже кішкене ұмытып бастадым. Одан кейін Каргудеде осы 1-ші курсымда қатыстым. 1-2 сахналарға шықтым, одан кейін тоже карантин болды, содан кейін жабылып қалды. Тиктокта енді билет түсірмеймін мен, только былай түсірімді былай ғана түсіремін. Кастинг, сондай нелерге қатысқым келеді. Прям енді көрейін дедім, келіп, қалай болады, бір жағынан может оптима, былай жай көріп танысып. Өзім осы 4-ші курс бітіргенге дейін өзімнің бағытымды таппасам, сол мамандығым бойынша жұмыс жасаймын да. Если өзім басқа жұмыстармен өзім бағытымды тапсам, сол бағытпен кетемін деген. Негізі қызығатын зат көп қой. Мен салонға да қызығам, спортқа да қызығам, осылай өнер болса да, осындай. Мен атым Нұрбиба болады, өзім Жезқазған қаласында тумасымын. Осы жаққа Каргуға химия факультетіне, химия мамандығына түстім. 2-ші курс студентімін.
Так, өз хоббиімді айтып кетейін. Сурет салған жақсы көремін и бимен айналысам. Народный. Современный емес, народный. Бірақ біз вообще осы жоба туралы бүгін ғана естідік. Толық ақпарат жоқ осы жоба туралы. Тиктокта көбісі би ғой енді өтетін. Неге сол современный движенияларда, например, қазақша движенияларды қосып көп қой, элементтер билердің. Можно соған нетуге. И еще тарихты можно қозғауға. Еще тиктокта бір мұғалім бар ғой, химияны түсіндіретін, Уанна Тича, если не қателеспесем. Соның контенті тоже күшті. Соған ұқсатып, Қазақстанды көрсетіп, немесе историясы, тарихын нетуге болады, қозғауға болады. Например, мен өзім интаға дайындалған кезде сондай видеороликтерді көрдім. Тем более жастар... Ау? Тарих. Тарих Марих деген... Сол жақ, еще Тарих Марих деген канал бар тұғын. Ол өз сөзімен қазақшалап видеороликтер жасайтын, историяны түсіндіріп. Солай можно. Тем более жастардың бәрі тиктокта отырады. Бос уақытында естіп, листать етіп отырады. Тем более бүйтіп оңай инстаграм сияқты анаған кірмейсің. Туп естіп, нетсе алдына шыққан нәрсені көре береді ғой. Сол сияқты. Жай отпай, сондай полезный контент қазақ тілінде. Көбісі қазір бәрі орысша сөйлейді. Неге себебі біздің контенттің бәрі орыс тілінде ғой. Ешқандай қазақ тілінде етіп контент түсірмейді. Қазіргі, например, хаустардың бәрі тоже орысша түсіреді. Орыс блогерлермен коллаборация жасайды. Сол чуть. Қазір еще бізде концерт болған Сәтпаевта. Бәрі андай шетел орыс әнші келіп, принц келіп. Ол енді бір-екі қазақ тілінде әндері бар, абылай орысша ғой. Соның бәрі, вау, айғайлап бәрі соны күтті. Ал еще Мейрамбек Беспаев келді, оны ешкім қатты неткен жоқ, үлкен кісілер ғана. Жастар білмейді оларды. Даже музыканың сөздерін де білмейді. Сол қазақша өлең мүлде тыңдамайды қазіргі жастар. Мен тыңдаймын деп. Қазақша болғанда қазір, например, 91, сондай сияқты современный әндер қазақ тілінде. Жақсы, тұрар, жақсы әндер жазады қазір. Жақсы. Қаракесек. Бірақ олар ұнамайды. Жоқ, Қаракесек ұнамайды. Музарт десе, жігіттер. Еще бәрі Қазақстан дегенде Алматыны ғана есіне алады да. Бурабайды ешкім білмейді. Қарқаралы. Например, мен өзімді білмеймін. Қандай екен. Сондай Қазақстан көп жерін біз біле қоймаймыз. Қазақ елінде тұрып, сондай жерлерді білмейміз. Сіз өзіңіз қайда бардыңыз саяхаттасып? Қазақстанда Бурабайға бардым. Сосын Түркістанға кішкентай кезінде бардым, есімде жоқ уже. Алматы, Астана болды. Қарқаралыға бардыңыз? Білмеймін, тұрған жоқ. Балқашқа. Негізі біздің табиғатымыз керемет қой, просто шамалы жеткіліксіз. Бюджет вообще салмайды ешқандай ақша. Нас болады, осы Қарағанды қаласының тумасымын. Екінші курс студенті, жаңағы химия факультетінде, мамандығым химия болады. Өзім туралы айтып кетсем, кішкентай кезімнен биге қатыстым. Одан кейін би қатты қызықтырушылығымды артпады да, одан кейін оны тастап кеттім. Бір жыл арасында SMM, таргет дегенге қызығатын болдым. TikTok құрбыммен түсірем, қызықты видеолар или бимен видеолар түсіреміз. Қанша подписчик бар? Там 140, 150. Біздің негізі Қазақстанның жерлерін көп көрсетсе жақсы болатын еді. Мысалы, жастар көбінесе шетелге еліктейді ғой. Біздің, например, Алматыда қаншама жақсы жерлер бар. Шымбұлақ, Көктөбе деген сол жерлерді кішкене көрсетсе, или біздің салт дәстүрлерді, мысалы, атқа мініп, бәйге ұйымдастырса. Мен негізі сол
аттарға больше қызығамын ше. Сол аттармен қаншама ойындар бар, салт дәстүрлер бар, соларды дамытса. Ауылға біз негізі жиі барамыз, әр жыл сайын. Ауылдың өзінің тоже ерекшелігі бар ғой, таңертең тұрасың, мал бағасың, одан кейін үй жинайсың, одан кейін тоже ағамыз атқа кішкене үйретті, шауып дегендей, бірақ шауып қорқамын шауға. Сосын Алматыда біз осы жазда барғанда Шымбұлаққа бардық. Шымбұлақта тоже атқа мініп көрдік. Жақсы негізі. Тауда атқа мініп деген. Ауыл Ынтымақта. Теміртаудың ар жағында Ынтымақ деген ауыл бар. Мен есімім Айзада, осы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданынан боламын. Мен 8-9 сыныптар оқып жүрген кезде мені әдебиетке қарай қызығатын, өлеңдер жазатын ол қалды. Мәнерлеп оқуға қатысатын, ақын жазушылардың өлеңдерін жаттап, соны мәнерлеп айтып, бірінші орындарға да ие болғаным бар. Қызығушылық, хобби дегенде мен ағылшын тіліне кейінгі уақытта қызықтым. Қазіргі уақытта ағылшын тілін жеке өзіме дамыту үшін қатысып оқып жүрмін. Енді сіз айтыңызшы, осы қазақ тілді сегменттерді, контенттерді қалай дамытуға болады? Қазірдің өзінде TikTok-ты дамытып жатыр, қазақ тіліне қарай бағыттауды. Ақын жазушылардың өлеңдерімен бір қызды мен көрдім, TikTok-та дамытып жатқанын. Ақын жазушылардың өмірлерімен таныстырады. Қазақстан тарихы туралы да бірнеше адамдар бар, дамытып жатқан Қазақстанның тарихын айтатындар бар ғой. Сол жағына қарай реально дамытқан жақсы, потому что неше интервью көреміз ғой шетелдерден. Қазақстан туралы сұрасақ, Қазақстанның қай жерінде екенін көбісі білмейді. Қазақстан вообще бар не жоқ не көбісі білмей атады. И қазіргі уақытта TikTok-та сол тарихын жайлы ақын жазушылар туралы қазақша контенттарды дамытып жатыр. Сол жағына қарай дамытса, реально солай өтетін сияқты. Химия факультетінде 2-ші курс студентімін. Осы Қарағанды қаласынан хоббиден 4-5 класстан бастап, это 12 жастан мен 6-7 жыл профессионально волейболмен занималась. Потом 11-ші сынып басталғаннан кейін ЕНТ, подготовка, сонымен он барлығы аяқталды. Но из достижений у меня получается первый взрослый разряд КМСК там чуть-чуть жетпей қалды, потому что 11 класс начался. Так, сосын мен фортепианоға бардым 1-2 жылдай. Бірақ мен ол кезде 13-14 жаста болдым. Қазір ұмыт қалдым. Возможно, можно восстановить, но қазір ойнап беріңізші десеңіздер, мен ойнап бере алмаймын. Мен өлең айтқан жақсы көремін. Любительски не сказать, что мен даусым күшті. Бірақ маған ұнайды. TikTok-та в основном я TikTok-мен интересуюсь с начала TikTok-а. Вот басында лайк болды ғой, потом после лайка TikTok начался. И вот получается TikTok басталғаннан бері мен TikTok-мен қызыға бастадым. То есть басында TikTok-қа өте үлкен хейт болды ғой. Кімсірет, сол андай там у них ориентация неправильная деген сияқты. И вот получается мен оған особо мән берген жоқпын, мне нравилось снимать, вот и я снимала. Мен видеоблогтар түсірген жақсы көремін. Инстаграмда өзімнің только близкие друзьялар болады ғой, близкие друзья деген бар ғой. Сол жерге мен в основном, когда мен бір жаққа барсам, там видеоблогтар түсіремін, сосын историяға саламын. Достар, там всем привет, мен бүгін мына жақта болдым, смотрите, мен аны көрдім, биттім, сөйттім деген сияқты. И достарыма ол ұнайды. И получается мен до сих пор по сей день продолжаю это делать. Только для близких? Только для близких, но иногда выкладываю там основное. Я, по идее, не стеснительный человек, не стеснительная. Мен сала берем, просто некоторые моменты надо урезать для того, чтобы выложить в основную. Потому что мы в курсе берем, это близкие друзья же. А TikTok-та мне, в принципе, мен жан-жақтым, мне нравится и танцевать, и там, вот у меня очень большое желание научиться играть на укулеле и на гитаре, чтобы потом петь.
Потому что андай тиктокта көресің ғой, рекомендацияға шығады, қыздар өлең айтады, ұлдар өлең айтады. Ну, в основном мне рекомендации такие. Мен қызығам, и из-за того, что я не умею играть на гитаре или на укулеле, мен вот в последнее время поставила себе цель купить себе гитару для того, чтобы научиться играть. Потом и танцы снимаю, и получается, вот хочу начать снимать каверы, там в основном снимаю контент такой веселый, там жизненные ситуации. Трендта не болады, соны түсіруге стараюсь, чтобы залетело. И қазір қалай? Қазір, білмеймін почему, но менде когда басқа аккаунт болды, он удалился случайно. Там около 2000 подписчиков было. Я не знаю, я даже его найти не могу. Каким-то образом он удалился. А сейчас, когда у меня новый аккаунт, ему уже где-то полгода, что ли, а там видосы не залетают. Вообще никак. Ну, там максимум 1000 просмотров, 1500, а так, чтобы үлкен просмотр болған, нет, не было. Қазір, к сожалению, 200 подписчиков. Ну, вы каждый день снимаете? Да, каждый день где-то по одному, по два видео выкладываю. Университетте жүріп түсіресіз, да? Университетте, үйде, сосын мен қазір жұмыс істеп жүрмін. Получается, у меня на работе все турки. Мен уже кішкене түрік тіліне жақын болып келем, да? И получается, солармен де иногда стараюсь снимать, бірақ олар кісілер түсіргісі келмейді. Бірақ ол кісілермен каждый день жұмыс алған кезде 1-2 сағат түрікше сөйлесеміз. Сол негізі мен арман десем болады, осы универ бітіргенге дейін неше жыл қалды? 2,5-3 жыл қалды ғой примерно. Мен үлкен мақсатым ол сол үшін жұмыс істеп жүрмін. Это посетить США Work and Travel бағдарламасымен. И для этого я стараюсь. И, по моему мнению, мне кажется, если именно в принципе, мне же нравится снимать. И надеюсь, что вот это дело принесет мне доход и, в принципе, исполнит мою мечту. Вдруг басқа менімен, может, жаңағы 20 болған ішінен менімен одинаково мыслящие адамдар болады, и, может, вместе добьемся этого успеха. Сол. Қандай үлес, қандай ой мен сіздерге бере аламын насчет казахского контента? Это, скорее всего, сол, Дильназ айтқандай. Например, қазір бізге орыстар көп келе жатыр ғой. 3 миллион орыс келді Қазақстанға. И олардың ойларынша біз Қазақстан дамымаған деп ойлайды олар. И олар келгеннен кейін олар, естественно, орысша сөйлейді. Енді орыс қой. А біз егер де оларға негізі қазір тиктокта көп деген видеолар шығып жатыр, то что қазақтар қазақша сөйлеу керек. Вот, например, почему олар Қазақстанға келіп, біз оларға подстраиваться ету керекпіз. Пусть у нас тоже будет казахский контент, и олар бізде қазақша контент болсын, біз қазақша сөйлейік, и олар, просмотрлар көп болады ғой, надеюсь. И бізді түсіну үшін олар қазақша үйренгенін мен қалаймын. Біздің Алматы, Түркістан, Боровой, Жасыбай, сондай жерлердің біздің Қазақстанның көрікті жерлерін көрсетуге надо постараться. Дильназ айтқандай атта шауып, неше түрлі ойындарды көрсетіп. Негізі мен де атта шапқан жақсы көрем. Получается, вот бір ай бұрын ғана Алматыда болып келдім. Алматыға бару себебім ол тек қана сол атта атқа міну. Сол и природаны көру получается. А так қалаға қызыққан жоқпын. Неге? Қала жақсы негізі, интересно, бірақ мен өзім природаға жақын болғандықтан мен Алматыға сол үшін ғана бардым да. Мен ойым негізі екіге бөлінеді бұл жағдай туралы. Біріншісі, какой привет такой ответ дейді ғой. Если они уважают нас, то мы тоже их будем уважать. А если они нас не уважают и думают, что мы живем в юртах, это Казахстан, это Россияның жері, то все, то, естественно, я их тоже не буду уважать. А если они будут, конечно, типа, Қазақстанға келіп, там,
бізге өздерінің с уважением если относиться будут, то, конечно, добро пожаловать. А если нет, то не добро пожаловать. Все зависит от их отношения к нам. Мектепте қазақша оқыдыңыз ба? Мен мектепте қазақша оқыдым, но из-за того, что мен мектебім наполовину русская, наполовину казахская болғандықтан, мен достарым орыс достарым да болды мектепте. Сол себепті біз мен классымда сыныптастарым біз орысша сөйлейтінбіз в основном. Жалпы Қарағанды халқында қай тіл кеңінен қолданылады? Қарағандыда негізі былай қарастырсақ көбісі орысша сөйлейді. Қарағандыда қалай? Сол себепті қазір көп бәріміз сөйлеген қалаймыз, не істеу керек Қарағандыда? Негізі серпін деген бағдарлама пайда болды ғой. Сол бағдарлама негізі көмектеседі тоже. Какой-то бір үлесін келтіреді. Мысалы мен осы 11 сыныпқа дейін орысша сөйлеп келдім де, и универге түскен кезде мен одногруппниктарымның жартысынан көбісі оңтүстіктен болғандықтан олар орысша сөйлемейді, тек қана қазақша сөйлейді. И басында біз олармен түсінбейтінбіз бір-бірлерімізді. Олар қазақша сөйлейді, сосын біз орысша жауап берсек, қазақша сөйлеңдер дейді, сосын кішкене ұрсып та тұратынбыз. А қазір үйреніп кеттік. Біз оларға қазақша сөйлейміз, олар бізге өзінше болып кішкене орысша сөйлейді, сосын біз тіл табыстық. Қазір наоборот болып кетті, біз более қазақша сөйлейміз оларға, олар бізге орысша жауап береді.